Элизабет Шорттың өлтірілуі 20 ғасырдағы ең атышулы және қатыгез қылмыстардың біріне айналды. Біз сіздерге осы жұмбақ және сенсациялық оқиға туралы бүгінгі дейін белгілі болғанның бәрін айтып береміз. Сәлем достар, арнаға жазылып, лайк басуды және пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Арнаның дамуы сіздердің қолдарыңызда. 1947 жылдың қаңтарында Элизабет Шорт есімді қыздың айуандықпен өлтірілгені туралы хабар бүкіл Америкада дүркіреді. Адамдар үрейленді. Полиция оны білетіндердің барлығынан жауап алды. Ал баспасөздер өз тергеуін жүргізеді. Алайда қанша күш жұмсағанымен тергеу жұмыстары тоқтап қалмады. Арада 74 жыл өтсе де, осынау сұрапыл қылмыс әлі күнге дейін халықтың санасын жағалап, кейбіреулері тіпті кінәлілерді анықтауға үміттенеді. Элизабет Шорт 1924 жылы 9 шілдеде Бостонда дүниеге келген. Қыздың әкесі Элизабетті 6 жасында тастап кеткен. Ол жазатайым оқиғаны бейнелеп, жоғалып кетті. Отбасын оның өліміне сенуге мәжбүр етті. Осы оқиғадан кейін қыздың анасы отбасын асырау үшін есепші болып жұмысқа орналасып, балаларын Массачусетс штатының Медфорд қаласындағы шағын пәтерге көшіреді. 1939 жылы Элизабеттің тағдыры оған жағымсыз тосынсый жасады. Қыз 15 жаста болғанда астманың ауыр ұстамасы болды. Оның өкпесіне ауыр операция жасалды. Содан кейін дәрігерлер жағдайды қайталамау үшін оған климатты өзгертуге кеңес берді. Содан кейін Элизабеттің анасы қызын туыстарының үйінде тұру үшін Майамиге бірнеше айға жіберді. Бірақ қыз туыстарының қамқорлығында мәңгі қала алмады. Біраз уақыттан кейін ол үйіне оралуға мәжбүр болды. 1942 жылы Элизабеттің анасы күтпеген жаңалық алды. Бірнеше жыл бұрын қайтыс болған бұрынғы күйеуі оған хат жазды. Хатта ол өзінің тірі екенін және Калифорнияға қоныстанғанын және отбасынан құтылу үшін өзінің өлімінің тарихын ойлап тапқанын айтады. Элизабетті әкесіне жіберу туралы шешім қабылдайды. Өйткені батыс жағалаудағы климат оған жақсырақ болады деп ойлады. Содан олардың арасындағы қарым-қатынас нәтиже бермей және көп ұзамай Элизабет Лос-Анджелесте қалған кезде әкесінің үйін тастап кетті. Бірнеше ай бойы қыз бірнеше достарымен жалдамалы пәтерде тұрып, кейін Санта-Барбараға көшті. Бірақ бұл жер оның үйіне айналмады. Көп ұзамай кәмелетке толмаған Шорт алкогольдік ішімдік ішкені үшін тұтқындалып, Медфорд қаласына қайтарылады. Алайда Элизабет Флориданы өзі барған туған қаласынан артық көреді. Онда ол өзінің алғашқы махаббатын ақш әуе күштерінің майоры Мэттью Майкл Гордонды кездестірді. Жас жігіт кездесуден кейін көп ұзамай Оңтүстік Азияда білім бойынша баруға мәжбүр болды. Ол жерден сүйіктісіне хат жазып, тіпті үйлену туралы ұсыныс жасайды. Элизабет келісіп, бірақ некеге тұруы мүмкін болмайды. 1945 жылы тамызда Гордон ұшақ апатынан қайғылы түрде қайтыс болады. Осы оқиғадан кейін қыз тағы да Лос-Анджелесті бағындыруға аттанады. Бұл жолы Элизабет белгілі бір мақсатпен келді. Ол Голливудта табысты кино мансабын құрғысы келді. Бірнеше ай бойы Шорт қалалық асханалардың бірінде даяшы болып жұмыс істеген кезде көптеген дәрістер мен тыңдауларға барады. Бірақ ұмтылған актрисаның қыңырлығына қарамастан продюсерлер оған маңызды фильм рөлдерін ұсынуға асықпады. Шорттың жеке өмірі, оның кино мансабы сияқты онша сәтті болмады. Қыз үйленген ер адамдармен қысқа мерзімді қарым-қатынасты бастайды. Олармен бірнеше күн бойы жүреді. Бірақ бұл кездесулерден маңызды ештеңе болмады. Оның соңғы хобби Роберт Мені есімді 25 жастағы үйленген бала болды. Онымен бірге қыз қайтыс болуынан бірнеше күн бұрын Сан-Диегоға қысқа сапарға шыққан еді. Шорттың таныстарының айтуынша, 1947 жылы 9 қаңтарда Элизабет пен Роберт Лос-Анджелеске оралады. Жас жігіт қала орталығындағы
Билтмор қонақ үйінде тұрады. Себебі Элизабет Бостоннан келуге тиіс әпкесімен кездесуге келеді. Әпкесі кеткеннен кейін ғашықтар қарым-қатынасының болашағын талқыламақ болды. Бірақ бұл жоспарлар орындалмады. 1947 жылы 15 қаңтарда таңертең Элизабет Шорттың денесі оңтүстік Нортон авенюсының жанындағы бос жерден табылды. Оның денесін жергілікті тұрғын Бетти Берсингер тауып алған. Ол таңертең қызымен бірге маңайда серуендеп жүрген еді. Әйелді көрген ол алдымен оны манекен деп ойлап қалды. Жақындап келсе, Берсингер көргеннен нағыз сұмдықты бастан кешірді және полиция шақыру үшін ең жақын үйге жүгірді. Оқиға орнына жеткен полицейлер шошып кетеді. Олардың алдындағы сурет қорқынышты фильмдердің сценарий авторларының ең жабайы қиялдарынан әлдеқайда қорқынышты көрінді. Бақытсыз жәбірленушінің денесі екі бөлікке кесілген. Оны өлтіруші белгілі бір қалыпта қойған. Қолдар шынтақтан бүгіліп, бастың артына қойылған. Ал аяқтары иық еніне жайылған. Жыныс мүшелерін алып тастап, ауыздың орнына қойған беті құлақтан құлаққа дейін кесілген. Сот медициналық сарапшылар мәйіттің 10 сағаттан астам далада жатқанын анықтады. Кейбір мәліметтерге қарағанда Шорт қайтыс болғанға дейін зорланған делінген. Сондай-ақ дәрігерлер қыздың денесі гемикарпэктомия, яғни төстің төменгі бөлігін кесу операциясы нәтижесінде кесілгенін, яғни өлтірушінің медициналық білімі бар екенін көрсетті. Өлім себебі миға қан құйылу болды. Сот медициналық сарапшылар қылмыс болған жерді зерттеп, мәйіттің жанынан табан ізін және өлтіруші жәбірленушінің денесін ысқылаған бензиннің іздерін тапты. Тергеу басталып, Роберт Мени бірінші күдікті болды. Куәгерлер өлтірілген күні Элизабетті Билтмор қонақ үйінің фойесінде көргендерін айтты. Бірақ жас жігіттің өзі сол күні Шортты көрмедім деп ант етті. Кейін Мени өтірік детекторының бірнеше сынақтарынан өтіп кейін босатылды. Бірақ бұл тергеуді тездетпеді. Қала есінен танып, күн сайын дүрбелең күшейіп, полицейлер дәрменсіз болды. Екінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі ең сұмдық қастандықтың егжей-тегжейін іздеген тілшілер қызға сол кездегі танымал Көгілдір Даля фильмінен кейін Қара Даля деген лақап берді. Полиция Элизабет Шортты өлтірді деген күдікпен адамдарды тұтқындайды. Бірақ бұл нәтиже бермейді. Полиция бөлімшесіне бірнеше рет кінәсін мойындау, қоқан-лоққы, айға хаттар келіп түсті, бірақ ештеңе табылмады. Бір күні Herald Expressке хат келді. Онда кісі өлтіру туралы газет үзінділері, сонымен қатар Шорт туралы жеке мәліметтер бар. Оның үстіне конверт Элизабеттің денесі сияқты бензинмен жуылған. Жан түршігерлік хатты қанішер жібергеніне еш күмән жоқ. Алайда барлық саусақ іздері мен ДНК іздері бензинмен жойылғандықтан сот медициналық сарапшылар хабарламадан ешқандай ақпаратты таба алмады. Жалпы алғанда, Лос-Анджелес полициясы Шорттың атышулы өлтірілуіне күдікті 200-ден астам ерлер мен әйелдерден жауап алған, бірақ нағыз өлтіруші ешқашан табылмады. 1947 жылдың көктемінде тергеу ресми түрде аяқталады. Бірақ іс ұмытылмады. 1999 жылы бұрынғы полиция қызметкері Стив Ходель жеке тергеуді бастайды. Тергеу кезінде ол әкесінің сүйіктісін өлтірді деп күдіктене бастайды. Өйткені Стив әкесінің мұрағатын ол қайтыс болғаннан кейін ақтара бастайды. Әдемі қыздың суреттері бар шағын альбомды табады. Фотосуреттерді газет үзінділерімен салыстыра отырып, детектив фотосуреттерде Элизабет Шорт бейнеленген деген қорытындыға келеді. Осыдан кейін Стив өлтірушінің Herald Expressке жіберген хаттарын зерттеп, олардан әкесінің қолжазбасын көреді. Ходель мырзаның кінәсін растайтын фактілер көбейіп, бұрынғы детектив әріптестерімен байланысуды ұйғарады. Анықталғандай, Ходель бұған дейін кәмелетке толмаған қызды зорлау фактісі бойынша, сондай-ақ оның хатшысы Рут Спаулдин қайтыс болғаннан кейін құқық қорғау органдарының назарына іліккен. Полиция бұл адамды Элизабет Шорттың ісіне де қатыстырады.
бірақ оны қамауға алудың себебі табылмайды. Әкесінің өмірін зерттей отырып, Стив бірте-бірте Джордж Ходель қандайда бір жолмен байланысты болған жаңа қылмыстар туралы біледі. Ақырында бұрынғы детектив қорқынышты қорытындыға келді. Ол Ходель Элизабет Шортты өлтіріп қана қойған жоқ деп шешті. Стив 60-шы жылдары Америка құрама штаттарында операция жасаған әйгілі ұсталмаған маньяк оның әкесінен басқа ешкім емес деген қорытындыға келеді. Бұл тұжырымды Стив атақты маньяктың хаттары мен Шорт өлтірілгеннен кейін газеттерге жеткізілген конверттерді салыстыру негізінде, сондай-ақ өзінің бүкіл өмірін хирург болып жұмыс істеген Ходель өмірбаянын зерттегеннен кейін жасады. Ол қажетті білім мен дағдыға ие болған. Сонымен қатар ашушаң, кекшіл, қатыгез адам ретінде сипатталады. Бұл нұсқа расталмаған, өйткені Ходельден жауап алу бұдан былай мүмкін емес, бірақ Стив шындықты іздеуді және әкесінің кінәсі туралы бұлтартпас дәлелдерді жинауды жалғастыруға ниетті болады. Тергеу әлі тығырыққа тірелгеніне қарамастан, Элизабет Шорттың бейнесі танымал мәдениетте белсенді түрде пайдаланылуда. Қызды өлтіру оқиғасы негізінде көптеген фильмдер мен телехикаялар түсірілді. Сонымен қатар бірнеше кітаптар жазылды. Соның ішінде американдық жазушы Джеймс Элройдың 1987 жылы жарық көрген «Қара орхидея» романы болды. 2006 жылы кинорежиссер Брайан де Пальманың «Осы аттас» сериясы шықты. Басты рөлде актриса Мина Сувари ойнады.